саламатсыздар ма? Білім алғыр. Сіздің назарыңызға дәріс 11 арамшөптермен күресу шаралары, ұйымдастыру және сақтандыру шаралары. Қаралатын сұрақтар: арамшөптермен күресудің негізгі әдістері, егістердің арамшөптермен ластануын төмендетуге бағытталған шаралар, арамшөптермен күресудің агротехникалық негіздері. Арамшөптермен күресудің негізгі әдістері: оңтүстік Қазақстан облысының байырғы суармалы жерлері жағдайында мақта егістігіндегі арамшөптердің түр құрамы мен олардың залалдану дәрежесіне 2010-2015 жылдары гербологиялық мониторинг жүргізілді. Ботаникалық зерттеулердің негізгі нысаны Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының тәжірибелік алқаптары болды. 2010 жылы егіске дейінгі агротехникалық іс-шараларға дейін тәжірибелік алқаптың әр 1 шаршы метрінде 51-ден 122-ге дана арамшөп болса, ал 2015 жылы 1 шаршы метрде 55-ден 118 данаға дейін арамшөптер болды. Бұл әрине үлкен және өте үлкен ластану дәрежені білдірді. Сонымен қатар, бақылаулар нәтижесінде жоғарыда көрсетілген арамшөптердің 75,4% бір жылдық, 24,6% көп жылдық арамшөптер екендігі анықталды. Бақылаулардың нәтижесінде анықталғандай ең жиі кездескен көп жылдық арамшөптер саусақты қарашойыр, әлеп құмайы, кәдімгі қамыс, егістік шырмауық және жатаған бидайық, ал бір жылдық арамшөптерден көп кездескендері тауық тарысы, қызылжақ гүлтәжі, кәдімгі жұмыршақ, кәдімгі қарасұлы, ақ алабота. Ендігі жерде біз олардың негіздеріне кішірек сипаттама бере кетейік. Саусақты қарашойыр ол көп жылдық, тамыр сабақты, астық тұқымдас арамшөп, көбінесе шалғындықты, ал сорланған топырақтарға тән болып келеді. Мамыр айының ортасы мен маусым айында гүлдейді. Гүлдеу мен өнім беру күздің соңына дейін жалғасады. Мақта егістігінде саусақты қарашойырдың көктеуі наурыз айының аяғы мен сәуір айының басында басталады. Тағы бір айта кетсек, тұқымнан өсіп шыққан арамшөп сол жылы ақ гүлдеп өнім беруі мүмкін. Ал көбінесе бұл арамшөп вегетативтік жолмен көбейеді, тамыр сабақтары арқылы. Ал тамыр сабақтары салыстырмалы түрде жердің беткі қабатында 20-25 см тереңдікте жатып, тығыз жер асты торын құрайды. Әр өсімдік 2000-ға дейін тұқым беріп, мақтаға өте көп зиян келтіреді. Құмай бұл көп жылдық, тамыр сабақты, астық тұқымдас арамшөп, мақтада көп кездеседі. Тұқымы мен тамыр сабақтары арқылы көбейеді. Жер бетіне өскіндері сәуір айынан көктемге дейін шығып болады, ал гүлдеу маусым айынан бастап күздің соңына дейін жалғасады. Вегетациялық кезеңі күздің бірінші суықтарында аяқталады. Жер бетіндегі өскіндері 0 градус температурада өсуін тоқтатады. Бір өсімдіктің өзі қолайлы жағдай болғанда бірнеше мың тұқым береді. Тұқымдары жоғары температурада 20-25 градус Цельсиясында көктеп шығады. Сондықтан табиғатта олардың тұқымдары топырақ жетерлікте қызғанда сәуір айында көктейді. Дегенмен де құмайдың көбеюі кәдуілгі жағдайда вегетативтік мүшелермен жүреді. Тамыр сабақтары топырақтың
60 сантиметр тереңдігінде дамиды. Ал негізгі тамыр сабақтары топырақтың 20 сантиметр тереңдігінде шоғырланады. Ал кейбір қосымша тамырлары топырақтың 150-200 сантиметр тереңдігіне дейін барады. Егістік мауық көп жылдық арамшөп, тұқымы мен тамыры арқылы көбейеді. Аса маңызды және жойылуы қиын арамшөп. Өте көп тараған, бір өсімдік 600-ге дейін өнімді жинағанға дейін өсіп, пісіп, жетіліп, тұқым бере алады. Және ол ұзаққа созылуымен ерекшеленеді. Тұқымдары 1,5-2 сантиметр топырақ тереңдігінде өте жақсы көктеп шығады. Тұқымдары 3 жылға дейін өнгіштігін жоғалтпайды. Шырмауық тамыр жүйесінің күшті дамуымен ерекшеленеді. Қолайлы жағдайлар туындағанда жеткілікті ылғалдылық, ауа және тиімді температура, шырмауық кіші бөліктерден дами алады. Және үлкен алқаптары басып таралуы мүмкін. Кәдімгі қамыс, ол көп жылдық тамыр сабақты арамшөп, сабағы тіке, жапырақтары ұзын, ұрығы дән болып келеді. Мың дәннің салмағы 0,1-ден 0,2 граммға дейін. Гүлдәжіде 5-10 мың дәні болады. Дәншелердің өсіп шығуының ең төменгі температурасы 8-10 градус Цельсиясы, ал қолайлы температура 14-18 градус Цельсиясы. Топырақтағы тұқымдар өнгіштігін 6-8 айға дейін сақтай алады. Тұқым арқылы көбейіп, қамыс вегетативті жолмен тамыр сабақтары және жердің бетіндегі төселмелі сабақтары арқылы көбейеді. Тамыр сабақтары соңғы жағымен жер бетіне шығып, сабақ және жапырақ түзеді. Егістердің арамшөптермен ластануын төмендетуге бағытталған шаралар. Жатаған бидайық, ол да көп жылдық тамыр сабақты арамшөп. Сабағы мен жапырақтары олардың тіке, ұрығы дән. 100 ұрықтың салмағы 3-4 граммға дейін. Әр өсімдіктің тұқым өнімділігі 250-300 тұқым болып келеді. Дәншелердің өніп шығуының ең төменгі температурасы 2-4 градус Цельсиясы. Қолайлы температура 20-30 градус Цельсиясы. Дәні 5-6 сантиметр тереңдіктен өніп шығады. Топырақта өнгіштігін 3-5 жылға дейін сақтап тұрады. Тұқымнан бөлек жатаған бидайық вегетативті әдіспен тамыр сабақтарында түймешектерін арқылы да көбейеді. Тамыр сабақтарының негізгі бөлігі топырақтың 10-12 сантиметр тереңдігінде жатады. Тауық тарысы, ол да бір жылдық астық тұқымдас арамшөп. Тамыр жүйесі жақсы дамыған, биіктігі 1-1,5 метрге дейін. Ал көп бұтақтайтын арамшөп болып келеді. Тек қана тұқымы арқылы таралады. Тауық тарысының бір түбінде 13 мыңдай пісе келе шашылып, топырақты ластайтын тұқым береді. Жерге шашылған тұқымдар күзде өнбейді, ал қыстап шыққаннан кейін көктемде салыстырмалы түрде жоғары температурада топырақтың 12 сантиметр тереңдігінен көктеп шыға алады. Қызылша гүлтәжі, ол амаранттар тұқымдас бір жылдық арамшөп. Барлық жерлерде жақсы тараған, арамшөп жақсы өңделген, борпылдақ тыңайтылған егістерді жақсы көреді. Соның ішінде мақта егістігін жақсы көреді. Қолайлы жағдайлар туындағанда арамшөптің биіктігі 120 сантиметр дейін жетеді және қатты бұтақталады. Ал керісінше жағдайда оның биіктігі 15-20 сантиметрге дейін жетеді. Қызылша гүлтәжі тек қана тұқымдары арқылы көбейеді. Бір өсімдіктің өзі 500 мың тұқым береді. Өсімдіктің пісіп жетілуі біркелкі емес, әркелкі болып келеді.
Жаздың екінші жартысынан бастап бірінші суық түскенге дейін жалғасады. Жерге шашылған тұқымдар қыстап шыққаннан кейін көктемде топырақпен аз ғана жабылған жағдайда салыстырмалы жоғары температурада 20 градус Цельсиясына дейін көктеп шықса, ал топырақтың 5 сантиметр тереңдігінде жатқан тұқымдар одан да жоғарылау температурасы 22-26 градус Цельсиясында көктеп шығады. 5 сантиметр тереңдікте тұқымдары көктеп шықпауы мүмкін, бірақ 5 жылға дейін өнгіштігін жоғалтпайды. Кәдімгі жұмыршақ бұл сабақ, тамырлы, қыстаушы, бір жылдық арамшөптер. Жапырақтары кезектесіп орналасады. Гүлдері майда, гүл жапырақшалары ақ, жемісі қабықшалы. Тұқымдары майда, мың тұқымның салмағы 0,1-ден 0,2 граммға дейін. Тұқымның өсіп шығуының ең төменгі температурасы 1-2 градус Цельсиясы. Ал тиімдісі 15-26 градус Цельсиясы. Тұқымның өнімділігі бір өсімдікте 27 мыңға дейін тұқым болады. Тұқымның өну тереңдігі 2-3 сантиметрге дейін жетеді. Өнгіштігін топырақта 35 жылға дейін жоғалтпайды. Ақ алабота тұқымдас бір жылдық арамшөп. Ақ алабота Қазақстанның барлық аймағында тараған. Қоректік заттарда аз, құрғақ топырақтарда ақ алабота өте кіші және аз бұтақталса, ал қоректік латқа бай ылғалды топырақта оның сабағы биіктігіне қарай 1,5-ден 2 метрге дейін, ал диаметр 1,5-ден 2 сантиметрге дейін жетеді. Жақсы дамыған бір өсімдік мыңға дейін тұқым береді және олардың негізгі бөлігі пісіп жетілмесін төгіледі. Қыстап шыққаннан соң олардың өнгіштігі жоғарылайды, ал созылыңқы жүреді және 0,13-ден 0,15 сантиметр топырақ тереңдігіне жақсы өніп шығады. Ал 2 сантиметр тереңдіктен төменгі қабаттан жақсы өніп шығады. Және олар негізгі бөлігі пісіп жетілісімен төгіледі. Ақ алабота тұқымның көп бөлігі жануарлардың асқазанынан өтіп, олардың күй арқылы топыраққа түседі және өнгіштігін жоғалтпайды. Келесі сұрақ: арамшөптермен күресудің агротехникалық негіздері. Арамшөптермен күресудің ең негізгі шараларына агротехникалық және химиялық әдістер жатады. Өте тиімді әдіс ол агротехникалық шара, профилактикалық болып та саналады және құртатын шара да болып саналады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.